Әлеуметтік желіде көшедегі қарды трактормен күреп жүрген ауыл әкімінің видеосы тарады. Видео Атырау облысы Дамбыл ауылының да түсірген. Ол трактор тізгіндеген ауыл әкімі Ұзақбай екен. Оның айтуынша 8 ақпан күні трактордың рөліне отырып, күні бойы ауыл көшелерін қардан тазартқан. Әрине қар күреудің қиындығы бар. Сол себепті алдымен трактор жүргізушісінен қарды қалай күрейтін қажетін сұрап алдым. Кейін трактор рөлге отырдым. Менің ойымша әр азамат елге қызмет ету қажет. Қар жауып көл қозғалыс қиындаған кезде қол қусырып қарап отырмау керек, дейді әкім.